Достар, мен мына жерде доллар гүлін, замия күлкіс гүлін пересадка жасадым. Мына горшокқа ауыстырдым. Мына горшогы сынып кетті. Картошкасын шығару барысында мен бұл туралы YouTube каналыма шығаратын боламын. YouTube каналыма салған кезде міндетті түрде ссылкасын шығарамын. Сол жаққа өтіп толық версиясын көрсеңіздер болады. Мына доллар гүлінің хлороз ауруы деген мынандай болады. Көрдіңіздер ме? Жасыл жылқалары жасыл, қалған жерлері ақшыл жасыл болды. Демек, бұл микроэлементтер жетіспей жатыр деген сөз. Не фосфор, не калий жетіспей жатыр, цинкті жетіспей жатыр деген сөз. Сол себепті хлороз ауруын емдеу үшін мынандай тыңайтқыш қолданамыз. 9 микроэлементті. Бұның ішінде 9 түрлі микроэлемент бар, гүлдерге арналған. Осы тыңайтқышты қолданатын болсаңыздар, гүлдеріңіз хлороз ауруы болмайды. Жапырақтары жап-жасыл әдемі болады. Маған заказ берсеңіздер болады.